Жаратылыстану пәні 2-ші сынып. Сабақтың тақырыбы температураны қалай өлшейміз? Оқу мақсаты түрлі денелердің температурасын өлшеу. Құрылған жоспарға сәйкес бақылау жүргізу. Бақылау нәтижелерін шартты белгілердің көмегімен белгілей білу. Бағалау критерийлері. Термометрдің көмегімен түрлі денелердің температурасын өлшейді. Әртүрлі заттардың температурасын өлшеуде бақылау жүргізеді және қорытынды жасайды. Температураны шартты белгілердің көмегімен белгілейді. Сендер бұрын ауырып көрдіңдер ме? Аурудың қандай белгілері болады? Дене температурасы дегенді қалай түсінесіңдер? Ал осы сендердің атаған құралдарың бұл суретте бар ма? Ендеше оқулықтағы суретке қараңыздар. Негеш пен Эврика қандай өлшемдер жүргізді? Ыдыстың сыйымдылығын өлшеді. Сағатқа қарап уақытты анықтады. Өсімдіктің биіктігін сызғышпен өлшеді. Уақытты сызғыштың көмегімен анықтауға бола ма? Бөлме жылы, не суық екенін қалай білуге болады? Бөлме жылы екенін қайдан білдіңдер? Тағы қайдан білуге болады? Ал дала жылы ма, суық па? Неге суық? Неге олай дейсіңіздер? Себебі қар жауып тұр. Ал енді бөлменің ішіндегі заттардың жылы, не суық екенін анықтайық. Сендер қолдарыңмен ұстау арқылы сол заттың температурасы неше градус екенін дәл айта аласыздар ма? Температура дененің, заттың қаншалықты қызғанын көрсетеді. Термометр дененің, заттың, ауаның температурасын өлшеуге арналған аспап. Термометрді ойлап тапқан Галилео Галилей. Термометрдің құрылысына тоқталатын болсақ, температураны дәл өлшеу үшін арнайы құрал термометрді пайдаланамыз. Оның өлшем бірлігі градус. Термометрдің сыртқы қабығы шыныдан жасалады. Ішінде металл шкала және сұйықтық бағаны болады. Термометрдің ішіндегі сұйықтық сынап деп аталады. Сынап өте қауіпті сұйықтық. Үйде градусник сынып қалатын болса, бірден ересектерге хабарлап, үйден шығып кету керек. Сынапты қолмен ұстауға болмайды. Себебі өте қауіпті сұйықтық. Сол себепті кішкентай балаларға электронды термометрді қолданады.
оны пайдалану өте ыңғайлы. Температура бірден экранда көрінеді. Термометрдің түрлері. Термометрлер сынапты, электронды болып бөлінеді. Электронды термометрлер барлық дерек экраннан көрінеді. Сынапты термометрлердің түтікшесінде боялған сұйықтық болады. Оның деңгейіне қарап температураны анықтайды. Сынапты термометрлер бұл баршамызда таныс құрал. Мұны кез келген үйден табуға болады. Түтіктегі сынаптың түсі мен көгереді. Көгеруі арқылы денедегі ыстықтың бар жағын анықтайды. Бұның тиімділігі жеңіл, кішкентай, жұқа, ыстықтың шамасын нақты әрі дұрыс көрсетеді. Тиімсіз тұсы қызуды өлшеу үшін кемінде 5-10 минут күту керек екен. Электронды термометрлер барлық дерек экраннан көрсетіледі екен. Бұл балаларға өте тиімді. Өйткені механикалық термометрлер, оптикалық термометрлер, термометрлер бөлмешілік, су өлшейтін, далаға арналған, медициналық болып бөлінеді. Тапсырма. Иә, жоқ. Сұрағы бірінші. Термометр сынапты және электронды болып екіге бөлінеді. Иә. Екінші сұрақ. Сау адамның температурасы 37 градустан басталады. Жоқ. Үшінші сұрақ. Термометрден заттың массасы өлшенеді. Жоқ. Төртінші сұрақ. Бөлме температурасын медициналық термометрмен өлшейді. Жоқ. Бесінші сұрақ. Су 100 градусқа қайнайды. Ендігі кезекті балалар ойынға берейік. Бір мезгіл сергіп алайық. Термометр тілі. Ойын. Егер мұғалім жылы заттың атауын атаса, оқушылар орнынан тұрады. Егер мұғалім суық затты атауын атаса, балалар орнына отырады. Зерттеп көр. Термометрге сәйкес түрлі денелердің температурасын өлшеп, нәтижесін жаз. Оқушылардың тәжірибесіне сүйеніп, дене температурасын өлшеу ережесі жасалады. Дене температурасын өлшеу ережесі бірінші температураны өлшеу алдында 35 градусқа дейін белгіден төмендегенше сілкіп көрсеткіш түсіреді. Екінші термометр сырқат адамның қолтық астына салынады. Үшінші термометрді 5-10 минут ұстаған соң көрсеткішті қарайды. Сау адамның температурасы 36,6 градус. Егер адам ауырып қалған жағдайда температура тез көтеріледі, бірақ 42 градустан жоғары көтерілмейді.
сәйкестендіру әртүрлі температурада анықта. Суреттерді сәйкес температура көрсеткіштерімен біріктір. Оларды боя. -15 градус көрсеткішін қыс мезгілі суретімен сәйкестендіреді. +25 градус көрсеткішін жаз мезгілі суретімен сәйкестендіреді. 100 градус көрсеткішін қайнап жатырған судың суретімен сәйкестендіреді. 36-6 көрсеткішін отырған қыздың сау адам суретімен сәйкестендіреді. 37-9 көрсеткішін ауырып жатқан баланың суретімен сәйкестендіреді. +7 градус көрсеткішін көктем мезгілі суретімен сәйкестендіреді. Сабағымызды қорытындылай келіп, ойлан тап. Адамға ауа температурасын білу үшін не үшін маңызды білу? Бүгінгі сабақта не үйрендік, не білдік? Кері байланысқа шығамыз. Егер сабақ ұнаса және тапсырманың барлығын сәтті орындаған болсаң, желкенді жасыл түске боян. Егер сабақта белгілі бір қиындықты кездестірген болсаң, желкенді сары түске боя. Егер саған сабақ барысында тапсырмаларды орындау қиын болып, мұғалімнің көмегі қажет болса, желкенді қызыл түске боя. Айнұр болды. 11.